Әр адамның өмірінде қойған мақсаттар болады. Бірақ кейде мақсаттар шын өмірмен үйлеспей, орындалмас арман болып кетеді. Мақсатымыз орындалу үшін не істеу керек? Мақсаттарды қалай қою керек? Бүгін біз осы сұрақтардың жауабын бірге табамыз. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Ендеше уақыт жоғалтпайық, бастайық. Кез келген мақсаттың, мейлі ол жеке өміріңіз не мансапқа байланысты болсын, белгілі бір сапалық көрсеткіштері болады. Егер сіз өзіңіздің мақсаттарыңызды сол көрсеткіштермен өлшей отыра қоя білсеңіз, оған жету жолыңыз оңай, қадамдарыңыз жүйелі болады. Сонымен мақсатыңыздың мынандай қасиеттері болсын. Бірінші, нақтылық. Егер сіз өзіңіздің нақты не қалайтындығыңызды білмесеңіз, нәтижеге жету жолы өте күрделі, өте қиын болмақ. Мақсаттарыңызды нақтылаңыз. Көлігім болса ғой деудің орнына, нақты қандай маркалы, қандай түсті көлік екенін анықтап, бағасын біліп, сол мақсатыңызды орындауға белгілі бір қадамдар, әрекеттер жасаңыз. Екінші, мақсаттың өлшемі. Мақсатыңыз қай жағдайда орындалады? Мақсатыңызға өзіңіз өлшем бірлік беріп, шкала құрыңыз. Мысалы, арықтаймын деп жүрген адамдар өзінің нақты қанша килограмм тастайтынын алдын ала белгілеп қойған жөн. Үшінші, қол жетімділік. Бұл қасиет арман мен мақсаттың бірден-бір айырмашылығы. Арманыңыз орындалмастай көрінуі мүмкін. Алайда мақсатыңыз қол жеткізе алатындай болу керек. Уақыт өте келе армандарыңыз мақсатқа айнала алады. Сол себепті армандарға да көңіл бөліп, барынша қол жетімді етіңіз. Төртінші, орындалу уақыты. Әр мақсатқа өз уақытын тағайындап, сол мақсатты сол кезге дейін орындауға тырысыңыз. Мерзімі жоқ мақсат сол күйінде кейінге қала береді, жалқаулықты тудырады. Мақсаттың барлық сапалық көрсеткіштерін ұстана отырып, өзіңіз бұған дейін жазған мақсаттарыңызды қайтадан қарап шығыңыз. Осы 4 сапалық көрсеткішке сүйене отырып, мақсаттарыңызды қайта қарап шығып, қайтадан жазып шықсаңыз, мақсаттарыңыздың орындалуы әбден мүмкін. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Егер бұл видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, астыға комментарийге видео тақырыбы бойынша жалпы өзіңіздің мақсат қою техникаңыз, жалпы қойған мақсаттарыңыз жайлы ой пікірлеріңізді комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Бұл видеоны барлық WhatsApp чаттарға, WhatsApp группаларға, Instagram парақшаларға таратыңыз. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына бірден-бір себепкер боласыз. Бека Төлеу YouTube арнасына тіркеліңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бұл видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.